toğır.kz ұсынады. Lil muttaqina деп бастайды. Және сөзсіз тақуалар үшін дейді. Ла хусну мааб. Қайтып баратын орындары, қоныс аударатын орындары не деген жақсы дейді Алла Тағала. Тақуалардың ертең қиямет күні барып тоқтайтын, сол жаққа қоныс аударылатын орындары сондай жақсы дейді ол. Міне Алла Тағала жақсы орын дегенде жәннат көзделуде, қазір келесі аятында түсіндіреді Алла Тағала оны. Тақуалық пен жәннатты біріктіріп жатыр да Алла Тағала. Тақуа адамның көздеген мақсаты жәннат дейді. Қараңыздар. Алла Тағала уәде еткеннен кейін сол жәннатты, осы жәннат оның мақсаты. Осыған қол жеткізу оның мақсаты. Тақуалық пен жәннат бір-бірі үшін жаралған нәрседе. Өйткені көптеген аяттарда Алла Тағала «Иннал муттақина фи жәннати ва ғуюн» деп айтады мысалы. Сөзсіз тақуалар жәннаттарда, бұлақтарда болады. Жәннат пен тақуалық екеуі бір-бірі үшін жаралған, және ол кездеседі қиямет күні. Тақуа адамның аңсаған нәрсесі сол да. Оның осы дүниеде жүрген кезде ол соны жоғалтып алмасам ба деп уайымдайды. Ол қалтасынан біреуге бүйтіп бір ақша беріп жатқан кезде, әуелде оған бір ой келуі мүмкін бермей қоям, өзіме жетпей қалам ба деп. Осы ойынан қорқады ол. Жәннатты жоғалтқанымша, одан да мынау кетсін. Жәннатты жоғалтып алмасам болды деген. Осы нәрсе адамды биік дәрежеге, биік қасиеттерге көтереді. Бұл жәннат деген тақырып болмаса, қазіргі тілмен айтқандай, мотивация, сізді қозғаушы күш деген нәрсе. Сол мұсылманды қозғап отыру үшін Алла Тағала осы Құранда жәннатты өте көп айтады. Және ескерту мақсатында тозақты өте көп айтады. Мұсылманның сөйтіп қатты қорқатын нәрсесі түсіп кетпейін бе деп ол тозақ. Сосын айырылып қалмасам екен деп, қол жеткізсем екен деп армандайтын мақсаты ол жәннат. Міне осы тақуалық, құрметті жамағат, өте маңызды нәрсе болып тұр. Олардың баратын орындары неткен жақсы еді дейді. Ол қандай орынға барады олар? Жәннати адн дейді. Адн жәннаттарына дейді. Адн жәннатына демейді Алла Тағала. Адн жәннаттарына дейді. Жәннат деген нәрсе, құрметті жамағат, ол бірақ жәннат емес екен. Ол жәннаттар екен. Ол жәннаттар. Бізге қазір аты ғана таныс болып тұр ғой бұның. Тіпті қазақ салашақ жаңағы бір бақшалар деп айтсақ болады да. Бірақ ол жәннаттың сипатын толыққанды бере алмайды бұл. Өйткені адамның көзі көрмеген оны. Адамның құлағы естімеген нәрселер бар да ол жақта әлі. Адамның жүрегіне кіріп шықпаған нәрселер бар. Осы адн жәннаттары деген сөзді ең бірінші осы Сот сүресінде сөйленеді. Адн жәннаттары өз Құранда бір 10-ға жуық, қателеспесе 11 мәрте сөйленген. Ең бірінші мәрте осы сүреде сөйленгенде Сот сүресінде. Адн жәннаттары деген. Осыған дейін Аллах Тағала мысалы жәннат деп сөйлесе, жәннат десе, мұсылмандар, пайғамбарымыз қызықтырады ғой. Жәннат болады саған десе, ол соны істейді, жәннатты аңсайды. Сосын кейін тағы қызықтырады. Лиман хофа мақама роббихи. Жәннатан. Алла Тағала Рахман сүресінде мысалы былай дейді. Кімде-кім Раббысының алдында тұратын күннен қорықса, есеп беретін күннен, оған 2 жәннат деп. Қараңыз қалай өсіреді? Өсіреді. Сосын күндердің бір күні бір аяттар түседі. Оларға жәннаттар дейді. Енді қараңыз, қалай сізді көтереді Алла Тағала жәннатқа қарай, көңіліңізді де. Өстіп Алла Тағала жәннаттар деп сөйлеп келіп, сосын адн жәннаттары деді. Көрдіңіз бе? Жәннатты бір ерекше атаумен атады. Ерекше қасиет, мысалы. Адн деген сөзді тәпсір ғұламалары мәңгілік деген мағынаны білдіреді дейді. Баянды тұрақ. Баяндылық деген сөзбен байланыстырады. Баянды тұрақ. Баянды деген нәрсені өздеріңіз білесіздер ғой. Ол жерге кірген адам ол жерден ешқашан шықпайды. Ол жерге кірген адам ол жерден ешқашан шығарылмайды. Ол жердегі тұрағы да баянды, тұрақты.
ол жердегі нығметтер де оған баянды. Ол жердегі рақат, ол жердегі қуаныш, ол жердегі бейбітшілік, түгел жақсылықтар баянды да. Сол тақуаларға арналған. Кездесті тақуа адам сол жәннатымен, қиямет күні. Ол жерден ешқашан шығарылмайды. Міне осы адын жәннаттары болады дейді оларға. Ана қияметтің сынақтары болады. Мысалы, таразының алдында тұру, кітап берілу, сираттан өту деген. Соның барлығынан өтіп келатқандағы күйді баяндайды қазір. Тақуалар, оларға адын жәннаттары. Міне, жетті. Бүкіл емтихан артта қалды да. Өмір бақи осы нәрсені аңсағанда, өмір бақи осы үшін бір нәрседен тыйылса да тыйылған, бір нәрсені істесе де сол үшін істеген, сол сағына күткен нәрсесіне келетқан кезін көрсетіп отыр да Алла. Муфаттахатан, қараңыздаршы, лахумул абуаб. Оның күллі есіктері дейді, адын жәннаттарының күллі есіктері айқара ашылып тасталған дейді. Сенікі деп отыр да, өзіңіз ойлаңыз да. Аяттың өзін келтіргенде қалай келтіріп отыр? Адын жәннаттары дейді. Есіктері айқара ашылған, күллі есіктері дейді. Әл-абуаб деген, күллі есіктері да. Яғни қай есігінен қаласаң, сол есігінен кір деген нәрсе жатыр бұл жерде. Соған кіріп кеткеннен кейінгі күйін хабарлайды Алла Тағала. Муттакиина фиха. Бірден арқаларын сүйеп отыра қалады дейді. Өйткені ол тақуалар дүниеде бүйтіп сүйенуді ұялған Алладан. Әлі жеткен жоқпын бұған дейді. Ол ешқашан жердің бетінде бір тіпті төрге шығарылмай қалса, ол төрге шығарылу деген нәрсе қонақтың құрметі. Мысалы, бірақ шығарылмай қалса ренжімейді ол. Түсінесіз бе? Шығарылмай қалса ренжімейді. Өйткені негізгі ертеңгі төрді жоғалтып болмау керек та ол. Көрдіңіз ғой? Бүйтіп сүйеніп, шалқайып отырып деген нәрсе ұялады, ол Алладан істей алмайды оны. Сондықтан Алла Тағала оны жәннаттағы іс ретінде айтып отыр да. Әйтпесе не үшін айтылады ол жәннаттағы нәрсесі? Жәннатта бөстектерге, не жаңағы сәкілерге сүйеніп отырады дейді олар. Қараңыздар. Сосын не істейді? Ядғуна фиха. Сөйтіп мәзір қалайды дейді, мәзір. Мәзір дегенде ана асханаға барғанда білесіздер ғой. Меню, ядғуна. Шақырады дейді. Не керек? Ешқандай кедергі жоқ та. Өзіңіз ойлаңыз да. Мысалы, сіз бір асханаға барсаңыз, бір барып қалдыңыз, сосын сізде мына тамақ бар ма десе, мына тамақ жоқ, мына тамақ бар дейді ғой. Енді дүниедегі тамақтар ғой, бұл жерде онымен салыстырмаймыз да. Бірақ жәннаттағы нәрсе, құрметті жамағат, ол ойыңа кіріп шығып қалған нәрсе бар ғой. Не сұрасаң сол келеді екен да. Жоқ, мүлде ондай нәрсе жоқ. Тақуаның сұраған нәрсесінің болмай қалуы деген нәрсе. Мысалы, біздің екі нәрсе өз. Біреу бар нәрсе екенін білеміз біз. Мынандай нәрселер бар өмірде. Сосын оны іздейсің, табасың дейді да. Бір нәрселер бар, ол өмірде жоқ ол. Лахум ма яддаун дейді Алла Тағала. Лахум ма яшаун. Құранда келтіргенде, не қаласа сол болады дейді оларға. Не қаласа сол болады. Яғни білетін нәрселерінен да. Одан кейін не ойласа сол болады. Мұндай нәрсені көрдік па біз? Мұндай нәрсе ешқашан жердің бетінде болмайды да. Не ойласа сол болады дейді да. Мәңгілік нәрсе да. Дүниедегі нәрсе алданыш дейді Алла Тағала. Фиха бифакихатин. Жеміс қалайды дейді. Жемістерді қалайды дейді да. Жеміс деген нәрседе, құрметті жамағат, жердің бетінде жүзім бар, жәннатта жүзім бар. Жердің бетінде анар бар, жәннатта анар бар. Жердің бетінде бал бар, жәннатта бал бар. Жердің бетінде сүт бар, жәннатта сүт бар. Жердің бетінде шарап бар, жәннатта шарап бар дегендей. Сонда Ибн Аббас радиаллаху анху айтады, ол тек қана дейді атаулар ғой дейді, бір-біріне ұқсап тұрған. Заты ұқсамайды дейді ол. Оны көрген демеспіз біз әлі. Ол бал деп аталады, бірақ оны ешкім көрген емес. Ол сүт деп аталады тек, бірақ оны ешкім көрген емес оны. О жақтағы өзендердің өзі, жаңа астарынан өзендер ағады деген. Ол біз осы өзендерді елестетеміз біз. Бір жақындатып ақылымызға қызықтырады. Асылы ол өзенді ешкім көрген емес әлі. Жәннаттың өзені деген нәрсені біз әлі білмейміз оны. Раббымыз ғайыптан уәде етті да оны. Мен уәде еттім, нақты бар қасымда дейді. Болды.
міне соның барлығы сол жемісті шақырады дейді ол. Яғни жәннаттағы адам қаласа мәзір береді екен, қаласа шақырмайды. Ішкі дүниеде ішіңде қаласаң болды дейді. Бір керемет нәрсесі, құрметті жамағат. Ана тақуа адам жәннатқа кірген кезде мына жақта нені қалады ішінде, әлі шыққан жоқ сыртқа ештеңке. Дейді, қараңыздар, жеміс өзеңкейеді дейді. Ана адамның, тақуаның бүкіл клеткасына байлап қойған ғой жәннатта. Ол соныкі ол. Ол оның көңілі үшін жаралған жәннат ол, өзіңіз ойлаңыз да. Ол баға жетпес нәрсе болса да, тақуа артық болып тұр ғой сонда, өзіңіз ойлаңыз да. Өйткені тақуа адам үшін жаратқан дейді. Тақуаның ішіндегі нәрсесін сезеді. Не қалап тұр да, не ойлап тұр. Өзіңіз ойлаңыз да. Жемістері төменде еңкейеді. Міне. Бифахихатин касира дейді Алла Тағала. Ол жемістер өте көп дейді. Ол жемістер өте көп дейді. Біз қазір жердің бетіндегі жемістерді санап тізімге түсіре аламыз да, сонымен бітеді ол. Бітеді. Бір толтырамыз айтыр, бір кітапты толтыруымызға болады, сонымен бітеді ол. Бір жерде атала кассира деген ол бітпейді ол. Ол бітпейді мүлде. Ол келе береді. Шақырады, келе береді. Тіпті бір жемістің өзі, мысалы бір жаңағы жүзімнің өзін алатын болсаңыз, ол шексіз жүзімдер ол. Әр жүзім екіншісіне ұқсамайды. Бізде бір жүзімге ұқсайды бәрібір дәмінде. Кішкене бір ерекшелік болып тұруы мүмкін бір дәм сезгіш адамдарға. Бәрібір ұқсайды ол. Дәм сезе алмайтындарға бүкіл жүзім бірдей. Мысалы, айырып танымайтындарға дегенім ғой. Ол жақта әрбір жүзімнің дәмі басқаша мүлде. Кім оны істей алады? Әлемдердің Раббысы. Ол мен дайындап қойдым дейді оны. Сөз жоқ дейді, оны дайындап қойдым дейді мен. Міне. Ол өзінің тақуасын күтіп тұр деп отыр да Тағала. Вашаробин, сондай сусындар бар дейді ол жақта. Өте көп дейді ол сусындар. Мына дүниеде біз тамақ жеген кезде, құрметті жамағат, немесе не бір тамақ жейік, не жеміс жейік. Біз қарнымыз ашқандықтан жейміз да. Тою үшін жейміз ғой. Су ішсек те шөлімізді басу үшін ішеміз біз. Жәннат ондай нәрсе емес екен да. Жәннат рахат үшін ішесің. Рахат үшін жейсің. Ойла. Қарым тойып кетіп жей алмаймын деген нәрсе болмайды ол жақта. Көрдің? Ол жерде түгел нәрсе ләззат. Міне, жүзімді жедің ба? Субханалла. Алла Тағала айтады, сөздері субханалла болады дейді. Өйткені бүкіл нәрсеге жұқып кетсең болды сондай да. Субханалла. Мынау не деген? Субханалла. Адамның өзі өмірде де қалайтын нәрсесі осындай бір рахат өмір емес па негізі бір? Рахат, өмір, нәзіктік, түгел нәрсе бола берсе деген. Бірақ дүниені сынақ қылып жаратты да, ол нәзіктік рахатты жәннатқа қойып қойған екен ғой Алла Тағала. Жәннаттың өмірі нәзіктік, рахат, қуаныш, міне. Уақыт, түгел жақсы сөздердің барлығы сол жаққа. Міне өстіп сәкілердің үстінде отырған кезінде жемістерді жеп, сусын ішіп, сондай-ақ бөтен әйелдерге қарамаңдар, бөтен нәрселерден сақтаныңдар деп жүрген тақуаларға, Алла үшін сабыр етіп, шахауатын сақтап берген тақуаларға, вағиндахум қастарында қасирату торфи атраб дейді. Өздерімен құрдас бір жастағылар мысалы. Қасирату торфи деген, кірпік деген, қас қағымды сәтте деген сөз бар ғой бізде. Торф деп отайды, қас. Қазір. Қастарын дейді күйеулерінен басқаға көтермейді дейді. Қастарын күйеулерінен басқаларға көтермейді. Күйеулерінен басқаларға қарамайды. Қараңыз, не деген тазалықта? Ана көз ашылған кезде бота көз. Көз деген, мысалы, көрмеген адам ондай нәрсе. Бұны Алла Тағала уәде етті. Бұны енді мысалы әйел кісілер неге ер адамдарға бұндай нәрсені айта береді деп ойлап қалуы мүмкін. Бұны Раббымыз айтып жатыр. Раббымыз айтып жатыр, сабырлық үшін оны. Өзін өзі күнәдан сақтаған үшін дегендей нәрселер. Сосын бұл хор қыздары. Ол жердің бетіндегі мұсылман әйелдерден жоғары тұратын нәрсе емес ол. Ол бонус.
қазіргі тілмен айтқанда. Бұл сыйлық Алла тағала болды. Ал жердің бетіндегі мұсылман, мұмин болған әйелдер, Раббысына бойұсынып берген әйел кісілер, мысалы, шариғатымен жүрген. Ол сол жәннатқа кіретін тақуаның ханымы ғой, түсіндіңіз ба? Патшайымы ол. Өзіңіз қараңыздар. Әйел кісілерге де осы жерде айтып кететін нәрселер, құрметті жамағат, ана дін жалпы жеңіл. Инна дина юсрун дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, дін жеңіл дейді. Мысалы, әйел кісілерге мынандай бір әдемі хадисті сыйлайды пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Иза соллатил мар'ату хомсаха. Егер де әйел заты 5 уақыт намазын тұрақты атқарса, біріншісі айтылды. Ва сомат шахраха. Рамазан айы келген кезде Рамазан айының оразасын ұстап берсе, екінші амал кетті. Ва хафизат фарджаха. Ұятты жерін сақтаса. Төртінші, ва атуағат заужаха. Күйеуіне бойұсынса. 4 амалды атады. Сосын айтады, қила лаха. Қиямет күні айтылады дейді оған. Жаңағы әйел затына. Оған айтылады дейді. Удхулил жанна. Жәннатқа кіре ғой деп. Бұл бер жағы, ар жағын қарас. Мен әйе абуабил жәннати ши'ти. Жәннаттың қай есігінен кіргің келсе кіре ғой деп айтады екен. Қаныз ба? Сонда қараңыздар қандай нәрсе. Неге осы 4 нәрсе? Өйткені әйелдің, сіз оны келін қып түсіріп алғаннан кейін, әйел қып алып келгеннен кейін үйінде тұрады ғой. Сол үйдің ішіне толтырып тастаған екен Алла тағала жәннаттың бүкіл сауабын. Оның жұмысы негізі өте көп. Оның асхана деп аталатын жұмысы бар. Оның асхана деп аталатын жұмысы бар. Оның жаңағы балаға қарау, баланың киімі, баланың тәрбиесі, баланың сабағы жетеді жұмыс. Әрқайсысы өз алдына жұмыс. Бұның барлығы енді ана деген ұғымның жұмысының ішіне кіріп кетеді да, міндеттің. Оның жаңағы әрбір нәрсесі, түні бойы ұйықтамауы, 9 ай көтеруінен басталады оның бәрі. Оны өтеп бере алмайсың, оны болды. Ана деген өзінің бір жеке жұмысы бар да, үлкен. Қарас. Оны солай сыйлаған, ол қадірін тіпті баласына фәлә тақул лахума уффин. Әкең ата анаңа туф деген сөзіңді естімей дейді Алла тағала. Қарас, ол мектеп ол. Одан кейін оның күйеуі деген жұмысы бар. Қарасыр, оған бойұсыну, жаңағы құқықтарын орындау деген нәрселер. Одан кейін тағы бір келін деген жұмысы бар да. Көрдіңіз ба? Сол енесімен, атасымен енесін сыйлап берсе, өзінің қыз кезіндегі әке шешесіне үлгере алмай қалған, немесе шіркін-ай қасында жүрген сөгеде жасасам еді ғой, ертерек білгенімде ғой осы иманды, намазды мен деп өкінген нәрсесін бәрін толтырып береді ғой. Көрдіңіз ба? Бұның барлығы әйелдің жихады, үйдің ішінде жасап тастағанда, оның осы істерге жететін күшіне еркектің күші жете алмайды. Именно осы үйдің ішіндегі шаруаларына жететін күшінде еркек жарсамайды онымен. Еркектігін дүзге берген, сыртқа берген Алла тағала мысалы. Соқтан оның жетеді оның жұмыстары. Оның Алла тағаланың оған бергелі тұрған нәрсесі өте жеткілікті да. Міне осындай сыйлықтарды Алла тағала айтып отыр жәннаттықтарға. Хаза ма туғадуна. Осы ғой сендерге уәде етіліп жатқан нәрселер дейді Алла тағала. Қараңыздаршы. Осылар ғой сендерге уәде етіліп жатқан нәрселер дейді. Лияумил хисаб. Есеп күні. Яғни есеп күні, есептен қорқпайтындай қылайын деп тұрмын ғой дейді. Есепті айтып отыр да. Есеп күні сендерге уәде етіліп жатқан осы нығметтер дейді да. Жәннат және оның ішіндегі нәрселердің барлығы. Сол үшін қорқыңдар, абайлаңдар, істеңдер, бүйтіңдер деп атқан Алла тағаланың бұйрықтары. Инна хаза ла ризқуна. Қараңдар. Сөзсіз бұл біздің ризығымыз дейді, тақуаларға беретін. Сосын мына жерде бір азғантай сөйлемдер айтылды ғой. Азғантай нәрселер айтылды да. Сондықтан Алла тағала айтады: "Ма лаху мин нафат." Ол біздің ризығымыздың бастамасы ғана дейді айтқан сендерге. Бұл таусылмайды дейді ешқашан. Ма лаху мин нафат. Ол ешқашан таусылмайды да сарқылмайды дейді оның. Түрлері де, әр нәрсенің түрі, әр нәрсе ешқашан тоқтамайды да сарқылмайды дейді.